Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өте қызықты. Білім алуды қашан тоқтату керек деп осындай тақырыптың төңірегінде бүгін сөйлесетін боламыз. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларға үнемі білім алудың маңыздылығын түсіндіру және де оларды өмір бойы оқуға шақыру. Осының төңірегінде біз сіздермен сөйлесетін боламыз. Бүгін біз не өтеміз? Жаңа ақпараттардың мидың жұмысына қалай әсер ететіні. Білім алу процесі біздің миымыздың жаңа идеяларға және жаңа жолдарға жол ашатындығы. Және де келесі тақырыбымыз әрқашанда білім алудың пайдасы. Өмір бойы оқу сіздің заманауи өміріңіздің талаптарыңызға бейімдеуге мүмкіншілік береді. Және де үшінші тақырыбымыз заманға лайықты маман болу. Үздіксіз білім алу арқылы өзіңіздің салаңыздағы соңғы жаңалықтардан хабардар болу арқылы бәсекеге қабілетті маман болу. Осындай өте маңызды тақырыптардың төңірегінде сөйлеспекшіміз. Негізгі ақпараттық бөлімімізде білім алуды тоқтатудың шынымен де қажеті жоқ. Негізгі ақпараттық бөлім білім алу және де білімді үйрету деген ең абзал садақалардың бірі екен. Сол үшін де жаңағы білім алуды тоқтатудың мүлдем қажеті жоқ. Білім алуды тоқтатуға өйткені өмір бойы біз оқудың үстінде боламыз ғой. Өмір бойы сіздің дамуыңызға, кәсібіңіздің өсуіне және де жеке қанаттануыңызға ықпал ететін болады осы алған білімдеріңіздің бәрі. Біздің жасап қойған қателігіміздің өзі білім. Біздің басымызға сынақ келсе, соның өзі білім. Сынақ деген Алла тағаладан келіп тұрған білім. Сынақтарды тоқтату үшін біз өзімізге дұрыс сұрақты қоя білуіміз керек екенді. Алла тағаладан. Дәл осы сынақты маған нені үйрету үшін бердің? Біз содан түйін тауып, содан шешімін таба алмасақ, сол сынақтың бізге Алла тағаланың беріп тұрған білімін түсіне алмасақ, ол бәлкім біздің тәкаппарлығымызды басу үшін шығар. Ол бәлкім сіздің жаман мінезіңізді, сасық мінезіңізді басуға келіп тұрған нәрсе шығар. Бәлкім біздің қызғаншақтығымыздан, біреуді көре алмауымыздан, біреуге дәметуге тырысу, дәлелдеуге тырысу деген сияқты. Мынандай дүниеден шыққан шығар. Бәлкім одан да басқа сынақтар әртүрлі келеді. Кейбір кезде қайырлысы болады. Жаман нәрседен, қатерден сақтап тұру мүмкін. Сол сияқты әрбір сіздің басыңызға келген дүниеден шешім шығара білу, оны оң жаққа қарай шеше білу, әр нәрсенің жақсы жағын көре білу, ол да жақсы қайырлы білімнен. Үздіксіз білім алудың маңызы қоғам және технология үнемі өзгеріп отырады. Сіздер ойлаңыздар, біз Инстаграмды зерттеп үлгергеніміз жоқ. Қазір міне TikTok-тың заманы кірді. Ойлаңыздар, қазір енді біраз уақыттың ішінде TikTok-тың ішінде стриминг деген дүние шығады. Адамдардың бәрі прямой эфирді сата бастайды. Инстаграмда видео арқылы. Сіз ойлаңыз, егер де сіз СССР заманындағы сияқты торговый центрдің ішінде отырып, саудам жүрмей қалды деп отырған болсаңыз, онда сіз СССРде қалып кеттіңіз. Сіз Инстаграмға өтпеген болсаңыз. Одан современный заман, технология үнемі бізге келе береді. Сіз сол заманға сай өзіңіздің біліміңізді дамыту керексіз. Заманға сай өзіңіздің біліміңізді бейімдеп, сол салаларға каждый келген қиындықтарға сіз сақада сай дайын болуыңыз керексіз. Адаптироваться етуіңіз керексіз. Қоғамға сай бейімделе білу керексіз. Бұл өте маңызды. Сол кезде оның бәрі сізге керемет берекесінен болады. Өз салаңыздағы біліміңізді кеңейту керекпіз. Көп кәсіпкерлердің қателігі біз өзімізге проблема создавать етеміз. Бизнесте жүреміз, жақсы, екінші бизнес бастап кетеміз. Мүлдем бір-біріне ұқсамайтын.
ресторан саласында жүресің, аласында мүлдем басқа ұқсамайтын бір товарный каспи продажа деген кетіп қаласың да, мысалы екеуі екі бөлек. Сөйтсең екеуі екі бөлек бизнес процесс, екеуі екі бөлек бір әңгіме екен де. Бұл бизнес саласында. Ал егер де ойымызда дәл осы бизнес саласы сияқты біздің шатасуы мүмкін. Сондықтан біз жәнегі өз мамандығымыз бойынша мейлінше тереңірек білімімізді зерттеп кіретін болса, сіз бәлкім қарапайым бір ұстаз боласыз. Онда өзіңізді мамандығыңызды тереңірек зерттеу арқылы сол кезде өзіңізді бір дамыта бересіз. Ол үшін жәнегі біз кітаптар оқимыз, өзіміздің саламызға жақын, өзіміздің саламызға жақын курстарды өтіп, сол арқылы бір конференцияға барып, немесе бір сондай бір орта тауып алып, солармен бірге дамимыз. Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Өзіміздің бір білімімізге ненің маңызды, ненің маңызсыз екенін қағазға жазамыз, және де осыны өзімізге бекітеміз.